Қайырлы күн көрермен, полиглот жобасы барысында Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжіне келдік. Қайырлы күн. Саламатсыз ба? Өзіңіз жайлы қысқаша таныстырып кетсеңіз. Әрине, менің аты-жөнім Сақтапберген Өмірмина. Мен осы Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжінің студентімін. 4-ші курста шет тілі мамандығына оқып жатырмын. Жақсы, қанша тіл білесіз? Мен өзім 3 тілді меңгергенмін, яғни өзімнің ана тілім қазақ тілі, және де осы қазір Қазақстанда қолданылатын ресми тіл орыс тілі, және де шетел тілі ағылшын тілі. Жақсы, тілдерді қалай үйрендіңіз? Тілдерді айта кететін болсам, яғни мен өз ана тілім қазақ тілі болғаннан кейін, яғни бұл бізде міндеттелген Қазақстанда тіл болғаннан кейін, бұл кішкентай кезімізден бастап оқытылған тіл болатын, және де орыс тілі бұл күнделікті өмірімізде қолданылатын, және де Қазақстанда бұл ресми тіл болып бекітілгеннен кейін, оны күнделікті өмірімізде практикада қолданамыз. Және де Қазақстан осы көп ұлтты мемлекет болғаннан кейін бізге келесі тіл ағылшын тілі, яғни ағылшын тілі бізге көп жол ашады, яғни осы көп ұлттан келген елдерден келген адамдармен мысалға қарым-қатынаста көмектеседі, және сол арқылы мысалға бізге тіл дамуымызды көмектеседі. Осы арқылы мен осы 3 тілді меңгерген болатынмын, яғни бұл кішкентай кезімнен басталған привычка деп айтсам болады. Жақсы. Осы ағылшын тілін қай жасыңыздан бастап үйрендіңіз? Ағылшын тілін негізі 14 жасымда, яғни 9-шы сыныпта толығымен меңгеріп бастадым. Себебі бұл бұрындары менде эстафета ретінде болатын, яғни біз достарымызбен жарысатынбыз ағылшін тілін кім бірінші меңгереді дегенде. Себебі біздің қойылған мақсатымыз елдерді және де олардың мәдениеттерін талқылап, оларды білу болып табылатын. Және де сондықтан да бұл сол 9-шы сыныптан бастап 4-ке болған жағдай. Сол себепті сол ағылшын тілін солай бастаған болатын. Жақсы, яғни демек сізде белгілі бір орта бар, осы тілді жаңағы бірге оқып дамытатын достарыңыз бар. Сол достармен бірге жарысқан болатынбыз ағылшын тілін. Жақсы, тіл үйренуге не түрткі болды? Осы ағылшын тілін үйретуге маған өзімнің ағылшын тілі мұғалімім түрткі болған болатын, және де сол мұғалім арқылы осы мамандыққа да түскен болатынмын. Яғни 9-шы сыныпта сабақтың ең бастамасында мұғалім бізге болашаққа деген жоспарымызды айтатын, жоспар жасауға көмектесетін, сол арқылы біз дреймборд жасайтынбыз. Соның көмегімен мен 9-шы сыныпта алға қойған мақсатым болды, ағылшын тілін таңдаймын, және де оны алға қарай жалғастырамын деген. Сол бәлкім маған түрткі болды. Жақсы. Ана тілінен өзге қай тіл сізге жақын? Ана тілінен өзге осы шет тілі, орыс тілінен қарағанда ағылшын тілі жақынырақ, себебі бұны біз күнделікті өмірімізде қолданамыз. Сабақта болсын, мектепке барғанда, практикада болсын, және де күнделікті өмірде қазір туристер келіп жатыр, солармен араласқан кезде де біз оны қолдана аламыз. Себебі туристердің көбісі осы Қазақстанның табиғатына, әсіресе Алматыда болған кезде де ол кездерде көп туристер болды. Ол туристермен қарым-қатынаста ағылшын тілі өте маңызды рөл атқарды. Сондықтан керек деп ойлаймын. Жақсы, демек сізде практика болды, сөйлесу барысында. Жақсы, өзіңізді қалай сезіндіңіз? Негізі сезіну өте күшті болды, себебі әр мемлекеттің адамдары ағылшынша сөйлегенімен, олардың манера речи дейді ғой, әртүрлі болды. Мысалға, кейбір адамдар өзінің ұлтына байланысты, мысалға, ағылшын тілін қатты сөйлеп, мысалға, солай жарқын әрі еркін сөйлесе, кейбіреулері мысалға эмоциямен білдіреді. Ал кейбіреулері кішкене қысылады айтуға, яғни ол сыпайылық көрсетіп жай сөйлейді. Сондықтан бұл мен үшін бір үлкен практика болды деп айтсам болады. Жақсы. Ал сөздік қорыңызды қалай дамытасыз? Сөздік қорды дамыту үшін күнделікті мысалға сабақтан тыс 30 немесе 1 сағат уақыт бөлемін. Бұл кезде мен ағылшын тілінде сөздерді немесе грамматиканы жаттау барысында солай сөздік қорымды дамытатын боламын. Жақсы. Ал тыңдалым дағдысын қалай жетілдіресіз? Тыңдалым дағдысына келетін болсақ, мен көбінесе күнделікті өмірде сабаққа бара жатқан кезде немесе бір жерге жол тартқан кезде әрдайым ағылшынша подкасттар тыңдаймын, немесе видео, фильмдер тыңдайтын боламын, әрдайым тыңдаймын, және де қазақша немесе орысша фильмдерді бірінші көріп аласыздар, және де одан кейін ағылшыншаға оны аударып тыңдасаң, сол кезде тыңдалым бізде жоғарырақ дамитын болады. Жақсы, ал сөйлеу дағдысы бойынша қандай кеңес бересіз? Қалай машықтауға болады? Сөйлеу дағдысы, жаңа айтқандай, көбінесе туристер келген кезде олармен қарым-қатынаста болуға көбіне практика барысында көмектеседі, яғни солай машықтануға болады. Мысалы, туристермен сөйлесіп, және де мен өзім ойын ойнағаннан кейін, ол жерде ол ойында көптеген шет елдегі адамдар ойнайды.
Ол адамдар мысалға неше түрлі тілде сөйлеседі, бірақ бәріміздің бір ортақ тіліміз ағылшын тілі, сол арқылы мен машықтанамын. Демек, сіздерді ағылшын тілі байланыстырады, иә? Иә, байланыстырады. Жақсы. Тіл үйренуге күнделікті қанша уақыт бөлесіз? Жаңа айтып кеткендей, тіл үйренуге мен күнделікті 30 немесе 1 сағатқа қарай бөлемін. Кейбір кездерде ол 2 сағатқа, яғни тақырыпқа байланысты сол уақытты құртамын. Жақсы. Тіл үйрену жастар арасында қазір трендке айналды ма? Мен ойымша, бұл тренд деп ойлаймын. Себебі әрбір жастар, яғни бәріміз білетіндей ел аралағысы келеді, олардың мәдениетімен танысқысы келеді. Бір орында қалып қоймай, олар алдыға қарай дамытқысы келеді. Сондықтан бұл жастар арасында бір тренд немесе жарыс ретінде алуға болады. Себебі барлығы қазір ағылшын тілін толыққанды меңгерген деп айта аламын. Себебі біздің қазіргі жастар бәрі ағылшын тілінде еркін сөйлеседі, және де бұл бір трендқа айналған дүние деп ойлаймын. Ал сіз қай елде болғыңыз келеді? Қандай тілдерді меңгергіңіз келеді? Мен өзім Норвегияда болғым келеді. Себебі ол жерде маған өзінің табиғатымен, сұлулығымен өзі тартады. Сол жерге болғым келеді. Ал қай тілдерді меңгергіңіз келеді болашақта? Болашақта бәлкім түрік тілін, және де мен үшін өте әдемі тіл, ол француз тілін үйренгім келеді. Жақсы. Сіз үшін полиглот деген кім? Мен үшін полиглот бұл тек қана барлық тілдерді меңгере қоймай, яғни көп тілдерді меңгере қоймай, олардың мәдениетін, олардың тұрмыс-тұрысын, олардың тарихын білетін және... Жақсы, мені тіл үйренуші жастарға өзіңіз білетін тілдерде мотивация беріп кетсеңіз. Жақсы. Біріншіден мен айтатынымын, жастарға, яғни болашақта ешқашан қорықпаңыздар, жаңадан қадам басуға, жаңашылдық ашуға, себебі жаңа қадам ол бізде әркім білетіндей, ол жаңа есіктер ашады, жаңа мүмкіндіктер ашады, сондықтан ешқашан қорықпаңыздар, никогда не бойтесь начинать что-то, потому что это вам поможет в будущем, этим вы можете потом гордиться, потому что вы будете, так скажем, на вершине и будете самым лучшим человеком на свете. Don't be afraid to make mistakes because practice makes perfect. Listen, speak, read and write every day. Believe in yourself and never give up. Жақсы, шын жауап бергеніңізге рахмет. Қош сау болыңыз, көрермен.